Шәуілдір. Ат жаптырым алыстан мұнарта, қарауытта көрінетін төрткүл дүниеге аты мен даңқы жеткен, Ұлы Жібек жолының күре тамыры болған Отырар қаласының кішігірім таудай болып үйірілген үйінді орны. Отырар қаласының солтүстік беткейінде Арыстанбап деген әулиенің күмбезі бар. Ақ жеңгел кей-кейде сыңсып, біртүрлі мұңды әуенмен жылайды. Сол жерге шейіт болған қыз жерленген, сол қыздың моласының үстінде ақ жеңгел өскен деседі. Отырар ханы Қайырдың інісі әскербасы болады. Әскербасының жалғаннан айттырған жалғыз қызы Дүр болады. Дүр өнер білім алу үшін ағасы Қайыр ханның қолында жасайды. Ол өте сүйкімді, көрікті, құралай көз, қиғаш қас, сүмбіл шаш, талшыбықтай бұралған көркіне ақыл парасаты сай болып өседі. Әскербасына жасаған ием жалғыз қыз берсе де, дүниенің тұтас байлығына пара-пар қыз берген деседі. Қайыр ханның ұлы Шәміл Дүрменің түйдей құрдас екен. Екеуі де балалықтың бал күндерін өткізе береді екен. Шәмілді көрген қариялар ер тұлғалы, батырға лайық кейпі бар. Бұл өзі Қайырдан өткен хан болар дейді. Қайырды дұшпандары жеңудің әдісін ойлайды. Қайыр хан мен інісінің ұйымшыл, халқының ұйыған ынтымағын жек көреді. Әскері мықты, бұны жеңу үшін күш емес айла керек дейді. Сол кезде Шәміл жігіт болып бой түзеп, Дүр бой жеткен қыз болып қалған екен. Оңы мен солын анық ажырата алмайтын бозбала жігіт пен бой жеткенді қанды шеңгелдеріне түсіруді мақсат тұтады. Аңдыған жау алмай қоймас дегендей хан сарайынан опасы жан табады. Қайыр хан өзін саятшылап кеткен екен. Кеткенін білген жау пәк жандарды алда барбап шарап ішкізеді екен. Екеуі естерін жиған соң ұят жоғына бидайдай қуырылады екен. Бұл хабар ханға да жетеді. Намыс отына түскен хан Сарыкөлден інісін суыт алдырады. Інісі де бұл не сұмдық, қазақ халқының дәстүр салтында жоқ масқаралық деп күйзелді. Күнәһардың бірі сіздің, бірі менің перзентіміз. Екеуінде жас боран етіп жазалау керек дейді. Қайыр хан сабырлы қалыпты, осы іске көңілім сенбейді деп Шәміл мен Дүрді алдырады. Екеуі де болған істі мойындайды. Үкім шығарылып, туысқан аға, қарындастың қылмысына лайықты жаза қолданылады. Қала халқының бәрі күнбатыс жаққа тұрып екіге бөлініп тұрады. Қақпа аузында жазалаушы әскер атқа мініп қылышын қолына алып сап түзейді. Қылмыскер екі жас жүгіріп атқа мініп қала ішінен шауып шығуы керек. Алдымен Шәміл көзі ілеспес жылдамдықпен жұлдыздай ағызып өте шығады. Жазалаушының қылышының біреуі иығына, біреуі санына теп қып-қызыл қаны саулап кетеді де жоқ болады. Оның артынан Дүр де ақ жамылып ағыза өтеді. Шәмілдің басын ала алмаған баскесерлер Дүрдің басын алады. Қыздың денесін алып Арыстанбапқа тастайды. Қызды сол жерге жерлепті. Ал Шәміл ұшты күйде жоқ болады. Ел жиналып есін жиған соң ескі елді мекен Отырардың атын Шәмілдір депті. Келе-келе бұл Шәуілдірге айналыпты. Шәуілдір екінші нұсқа. Ертеде Бұзық қаласын, бұл қазіргі Темір Аққорға мен Бұзық төбе. Мұрындық атты хан билепті. Ол өте қатал, айтқанынан қайтпайтын бір бетке жан екен. Бірде қаладағы Беген өзенінен су тартылып қала тұрғындары бір тамшы суға зар болыпты. Сол кезде Мұрындық хан, кімде-кім қалаға су жеткізетін болса, соған қызымды беремін деп жар салыпты. Мұрындықтың Дүрия есімді айдай сұлу қызы бар екен. Көркіне ақылы сай Дүриядан қаланың бар кәрі жасы тегіс үміткер болып, олар қалаға су әкелу жұмысына бар ынтасымен жұмылыпты. Алайда су жеткізу ешқайсысының қолынан келмесе керек. Сол ауылда Мұрындықтың жылқысын бағатын Шәміл есімді көрікті, батыр тұлғалы жігіт бар екен. Шәміл мен Дүрия бір-бірін өте қатты жақсы көріпті. Бірақ сезімдерін жария етуге бірінің кедей жігіт, екіншісінің бай қызы екендігі бөгет болыпты. Расында тігерге тұяғы жоқ, сіңірі шыққан кедейге қай бай қызын берсін. Осыдан барып Дүрия әкесіне Шәмілді ұнататынын айтуға аузы бармайды. Айтқан жағдайда сүйген жігітінің мойнына қыл арқан түсетіні анық. Ханның қалаға су әкелу туралы жарлығын естігенде Шәміл қатты қуанады. Дүрияға қосылудың бірден бір жолы осы деп ойлайды. Ол үлкен кетпен жасатыпты. Арыс өзенінің жағасына келіп тездетіп іске кіріседі. Күн-түн демей арық қазады. Тек бір өкініштісі, 15 шақырымдай жүргенде кетпен бір қатты затқа соғылып, сабы сынып кетеді. Кетпеннің сабы тораңғыл ағашынан жасалған екен. Ызаланған Шәміл сынған сапты 5 бөліп лақтырып жіберсе, ол 5 таяқша болып жерге шаншыла түседі де, біраз уақыт өткесін көктеп шығады. Кейін ол жерде 5 ағаш өсіп тұрады. Содан халық бұл жерді 5 тораңғыл деп атап кетеді. Шәміл кетпенін қайта саптап жұмысын жалғастыра береді. 30 шақырымдай арық қазып, Бұзық қаласына су алып барады. Шөліркеген халық суға қанып шаттыққа бөленеді. Алайда Мұрындық хан өзінің уәдесін орындамайды. Қызын алып Отырар қаласына қарай қашады. Бірақ оны Шәміл Отырарға жеткізбей қуып жетіп, Дүрияны күшпен тартып алады. Содан кеткен екі жас нуарманды паналап күн кешеді.
аң аулап жеміс-жидекті қореп кетеді. Бұны естіген хан ашуға мініп арттарынан әскерін жіберіп екеуін табанда өлтіртеді. Міне, осы екі ғашық паналаған жерді жұрт Шәміл мен Дүрияның ауылы деп атап кетіпті. Уақыт өте келе бұл атау қысқартылып Шәмілдүр, артынан дыбыстық өзгерістерге ұшырап Шәуілдір атанған деген сөз бар. Егер де сізге видеомыз ұнаған болса, видеоға лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп кетулеріңізді сұраймыз. Алдағы видеоларда кездескенше.